Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін күріш подливамен жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет, оңай кешкі асқа жасауға болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші подливасын жасайтын боламыз. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Оның үстіне кубиктап туралған етімізді салып, қуырамыз. Осылай барлығын араластырып қуырамыз, кішкене қызартамыз. Одан кейін етіміз дайын болғаннан кейін үстіне кубиктап туралған пиязымызды салып, оны да 5 минуттай қуырып аламыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылғаннан кейін сәбізімізді де кубиктап турап, оны да салып 10 минуттай қуырамыз. Тура осылай картошкамызды да салып кубиктап қуырамыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды салып, томат болса томатымызды қосып, кішкене бұқтырып қуырып аламыз. Осылай қуырғаннан кейін үстіне суымызды құйып, керегінше суымызды құйып, пісіреміз. Осылай қайнайды, баяу отта қойып, пісіріп аламыз. Оған дейін гарнирін дайындайтын боламыз. Бізде гарнирда күрішті осылай 5-6 рет жуып аламыз. Одан кейін шашыраңқы болып пісу үшін табамызға майды құйып, осы майға күрішімізді салып, кішкене қуырып аламыз. 5-6 минут қуырамыз, жанында тұрып, осылай барлық майы күрішке сіңіп кеткенше осылай қуырамыз, жанында тұрып. Одан кейін қайнап тұрған суды құйып, тұзын саламыз дәміне қарай. Күріш туралы, осы рассыпчатый болып шығатын күріш туралы менің каналымда видео бар. Толық видеосы кіріп көрсеңіздер болады. Осылай күрішіміз піседі, 15 минут бұқтырып қоямыз, бетін жауып, баяу отта. Сол кезде әдемі болып, бір-біріне жабыспайтын күріш болады. Кесеміздің ішін осылай сулаймыз, күрішіміз әдемі болып түсу үшін бәрін тығыздап салып, кесемізге күрішті осылай әдемілеп беруге болады. Қараңыздаршы, өте әдемі гарнирге күрішіміз әдемі болып пісті. Қасына подливын құйып, әдемі тамақ кешкі асқа. Достар, сіздерге ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.